Берлинде стратегиялық ынтымақтастық бойынша Қазақстан-Германия әскерлік кеңесінің 13-ші мәжілісі өтті. Басқосуда экономикалық дағдарыстан шығу жолдары мен бірлескен инвестициялық жобалар талқыланды. Іс-шараға қатысқан қазақ және неміс компанияларының басшылары сауда-экономикалық серіктестік аясын бұдан да ұлғайту қажет деп тарасты. Тілшіміз тыңдайық. Екі ел арасындағы экономикалық қатынастар жақсы дамып келеді. Былтыр өзара сауда айналымы 35%-ке өсіп 5 миллиард еуродан асты. Ал биыл жарты жылда бұл көрсеткіш тағы 80%-ке артты. Форумды ашқан іскерлік кеңесінің тең төрағасы Райымбек Баталов екі ел арасындағы ынтымақтастықтың әлеуеті зор екенін атап өтті. Ол неміс әріптестеріне экономиканы әртараптандыру және бизнес салада заңнаманы жетілдіру бойынша Қасым-Жомарт Тоқаевтың қойған мақсаттары жөнінде айтып берді. Қазақстан неміс бизнесімен бір терезе қағидаты бойынша жұмыс істеп, өндірісті ашуға қажетті барлық рұқсат қағаздар мен сертификаттармен қамтамасыз етуге дайын. Сондай-ақ Райымбек Баталов неміс тауарлары, құрал-саймандар мен жабдықтар және фармацевтикалық өнімдерді тікелей Қазақстанға және әрі қарай орталық Азия нарықтарына жеткізіп тұруды ұсынды. Это, безусловно, придает уверенность. Елімізде болып жатқан саяси және экономикалық өзгерістер неміс бизнесіне сенім беріп отыр. Компаниялар Қазақстанға өндірісін ауыстыруға қызығушылық танытты. Оларға бір терезе қағидаты керек және біз ұлттық палата ұсынысы бойынша Германиядағы елшілігімізбен бірлесіп жұмыс жасап жатырмыз. Осындай мемлекеттік жекеменшік серіктестік жемісін әкелуге тиіс және оны жақын арада көреміз деген үміттемін. Болашақ ынтымақтастығымыздың нақты басымдықтарын белгіледік. Ең алдымен бұл пайдалы қазбалар бойынша серіктестігімізді қайта жандандыру, жасыл экономикаға ауысу бойынша ынтымақтастығымыз. Үшіншіден, логистика мен көлік саласы және төртіншіден, ауыл шаруашылығы. Бұл бағытта нақты жобалар белгіледік. Германия жағынан іскерлік кеңестің төрағасы Нико Варбанов Global Gate-ун еуропалық жобаны бірлесіп жүзеге асыру үшін баламалы көлік дәліздерін кеңейту бойынша компанияларды жұмыла жұмыс істеуге шақырды. Бұл бағдарға қатысатын барлық мемлекет пайда алады дейді ол. Ал Бәйтерек басқармасының төрағасы Қанат Шарлапаев холдингпен елшілес компаниялардың жұмысы туралы айтып берді. Қазақстан-Германия іскерлік кеңесінің бүгінгі кезекті отырысы қазақ-германиялық сауда-экономикалық және инвестициялық ынтымақтастығынан кеңеюіне жаңа серпін береді. Екі ел арасындағы бизнес өкілдеріне жаңа мүмкіндік береді. Казахстан является очень важным рынком. Агробизнес саласындағы неміс компаниялары үшін Қазақстан нарығы маңызды. Бұл ең алдымен ірі кәсіпорындарға қатысты. Жаһандық астық нарығында жауапты серіктес ретінде Қазақстанның қазіргі әрекетіне ризамыз. Әлемдегі азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі Қазақстанның еңбегін бүкіл дүние құптап отыр деп ойлаймын. Іскерлік кеңес мәжілісінде кәсіпкерлер нақты жобалар белгіледі. Оның жай жапсарын неміс үкіметі мен бизнес делегациясының елордамызға сапары кезінде талқылайды. 6 қыркүйекте өтетін Қазақстан-Германия үкіметаралық жұмыс тобының отырысы мен бірлескен бизнес форумында осы екі жақты инвестициялық жобаларды іске асырудың тетіктері әзірленеді. Мақпал Сержанқызы, Жанат Эрнст, Жомарт Ахметов, Хабар 24, Берлин, Германия.